бірінші бөлімнің жалғасы. Арада тағы да уақыттың еншісіндегі жылдар өтіп, сағыныш бойжеткен 10-шы сыныпқа аяқ басты. Сары қыздың ішкі жан дүниесіне ұштасқан сұлулығына ауыл жігіттері тамсанатын. Өзі сондай сұлу болса да, маңына ешкімді жақындатпады. Әрине тәкаппарлық мінездің әсерінен емес, қайғы қасіретмен тұйықталған бойжеткен оңайлықпен жан баласына жылулық сезіммен үміт сыйламайтыны анық еді. Сұлу қыздың жүрегін жігіт алты жаулап ала алмады. Сол бір күйбең тірлігі бітпейтін сағыныштың жастайынан көрген мыстан тектес жеңгесінің сыйлаған тауқыметінің зардабынан мұрнына жиі қан кетіп, қатерлі дерттің нышандары байқала бастады. Әрине, зұлымдықтың ауылынан алшақ ұстап, кейіпкеріміз бірден қиянатқа болжамай басыма күн өткен болу керек деп өзін жұбататын. Сондай кезде жеңгесі қарғыстың астына алатын. Не отырыс мынау, мұрныңа мақта тықта, жұмысыңды істе, қарашы мұны сылтау етіп отқанын деп, жеңгесі бейкүнә жанға аяушылық білдіре қоймады. Бір жыл бойы мұрнынан қан кеткен қыздың жағдайын ешкім сұрамақ түгіл, емханаға да апармады. Күндер өз ағымымен теңізде ойнақтаған толқындай бірінен соң бірі өтіп әлек. Сол күндердің бірінде қара аспанды төндірген жаңалық мектепте жүрген сағынышқа сәлемін жолдап үлгерді. Бұл кезде сағыныш бойжеткен ұстазының тапсырмасы бойынша сыныптарының алдында әдеттегі белсенді қалпымен тыңғылықты орындаған үй тапсырмасын баяндап жатқан болатын. Кенет көз алды қарауытып, шалқасына құлап бара жатты. Сонда емханаға апарып, тексерістен өткенде аққан ауруының асқынып кеткен түрі табылды. Бұл жағдайды естіген жеңгесі сағынышты тағы қарғыстың астына алды. Сенің ауруың керек еді маған. Саған құртар ақшам жоқ. Өзің бір жүрген пайдасыз екенсің деп, іші күйіп барады. Танысы арқылы сағынышты 11-ші сыныпты бітіре сала, қалың малына қомақты сыйы бар күйеуге бермекші боп келіскен еді. Үйге келген соңда сағыныштың әлі кетіп, мұрнынан аққан қан бұрынғыдан да үдей түскен еді. Бұл қылығы ұнамаған жеңгесі айқай шығарып, байқұс қызды ұрып та алатын. Жиі есінен танатын беймәлім дерттен дегбірі қашқан жанды емдеп жазу ауыл дәрігері үшін бір тылсым харекет болмақ. Амалсыздан ажал аймағынан арашалап қалу үшін сағынышты қалалық емханаға жатқызды. Күннен күнге жағдайы да нашарлап бара жатыр. Бұл ауруға кімнің кесірінен тоғытылғанын іштей сезіп тұрған шығарсыздар. Тамағы дұрыс болмаған байғұс қыздың организмі әлсіреп, дәрумендердің жеткіліксіздігінен қан түйіршіктері аққан ауруына әкеп соқты. Енді кішкене шыдасам, мына тозақтан құтылып, бақытты өмірге қадам басамын деген арудың арманы алыстап барады. Дәл қазіргі уақытта аман қалуы әсте мүмкін болмай тұрғаны ақиқат еді. Биыл міне 2020 жылдың түлегі, бірақ қазір ауруханада тамағы тоқ, уақытылы дәрі-дәрмектерін алып жатыр. Сағыныш сырғып өтіп жатқан көп күндердің бірінде өзіне бар мейірімін аямай емдеп жүрген ақ халатты абзал жанның байқаусызда айтылған жағымсыз жаңалығын естіп, өмір бір сәтке тоқтап қалғандай болады. Дәрігер медбикеге сағыныш аяқпас дертке шалдығып, санаулы ғұмырын қалғанын айтып, күнделікті мұқият болуын жақсылап тапсырып жатқанын естіген болатын. Бұл шындықты естігенде бір жағынан қапалы болса, екінші жағынан әке-шешесімен ерте қауышатынына қуанады. Кейде өзге қыздар секілді, әлде махаббат машақатын көрмедім ғой, ғұмырымды неге сонша қысқа етті екен деп жылап та алады. Бірақ әлі де үмітімді үзбеймін. Құдіреті шексіз Алла маған өмір сүруге мүмкіндік береді деген үмітпен әр таңымды қарсы аламын деп тағдырдан тосын сыйына дәмеленуі де заңдылық еді. Өзімнің жазылмас дертке шалдыққанымды естігенмен түні бойы жылап шығатынмын. Қанша жерде бұл өмірде қорлық көрсем де, өмірден ерте солғым келмейді.
Түсінде анамнан ақ жаулығы желбіреп, әкем екеуін бірге көрдім. Қуанғанмен, анашым, әкешім деп айқайлай іздерінен жүгіремін. Тоқтаңдаршы, мені күтіңдерші. Даусым қарылға, көздем жасқа тола жылаған күйі оянып кетемін. Ояна сала, анам мен әкем мені неге күтпей тастап кетті? Олар да мені ол өмірге бірге апарғысы жоқ. Сонда мен кімге керекпін? Жоқ, ана мені жақсы көреді ғой. Бәлкім мені есейгенсін танымады мәсірі. Ал әкем мені алыстан көрмеген болу керек. Иә, мен өте алыстан айқайладым ғой. Осылай өзімді жұбатып әлекпін. Күндіз терезе жақтауында отырып, даладағы жайқалып өскен ағаштарға қарап, неше түрлі ойлармен алысып отыратын мен, Алламай, жанымда ала көрмеші. Менің өлгім келмейді. Мына өмірді әлі де сүргім келеді. Өлімді ойлаған сайын, бұл өмір соншалықты тәтті. Әлде өмір мен өлімнің арасындағы мен сияқты жандарға ғана солай мекен. Емханада жатқаныма міне 10 күннен асып барады. Ағаларым да, жеңгелерім де бірде-бір рет келмеді. Менен өзгелерге пакетімен аузының суы шұбыртатындай неше түрлі тағамдар, олармен қашанғы ортақтасып жей беремін. Менің артымнан бірде-бір тамақ келмейді. Туыстарымда менің бар екенімді бәлкім ұмытып та кеткендей. Туған ағаларым іздемегенде, жеңгелерім олар мені қайдан іздесін? Қасымдағылардың тамағына ортақтаспай, асхананың тұзы жоқ сорпасын асыға ішіп, әйтеуір жүрек жалғап аламын. Қасымдағы жатқандардың бірі мен әжетханаға кетіп, қайта келгенде екіншісіне, мына сағыныштың тамаққа ортақтасқаны жыныма тиіп бітті. Ұялмай ма екен? Маған кішкене болсын жан ашып телефонын беріп жүрген қыз, не болды сонша? Тамағыңды қызғанып. Ол қыздың ешкімі жоқ, олай айтпа. Болса да келген тамақтарымды ұнайтпай төгіп тастап жатсың деп мені қорғағандай болды. Я, байдың еркесі мен тәкаппар қыз өзіне келген қаншама тамақты ұнатпай мусорға аудара салады. Тамақты неге ысырап етті екен деп мұңаямын. Іштей тамақтың қаншалықты қадірі екенін білемін. Сонда ұқтым, адамда бәрі болған сайын ештеңені қадірін білмейді екен. Ол қыз шетелге барып емделеді екен. Тек бұл даурханада жатып ем-шара алған деген қағаз керек. Я, байдың еркесі әрі тәкаппар қыз өзіне келген қаншама тамақты ұнатпай мусорға аудара салатын. Ауруханадан шығатын соңғы күнімде таяп қалды. Болса да дәрігерлер маған ештеңе істей алмады. Ал қасымдағы мені қорғаштап жүрген қыз аяқ астынан қатты ауырып, жедел бас қалаға тік ұшақпен алып кетті. Тамағына қарамайтын қыз мені неге жек көретінін білмеймін. Менімен мүлдем сөйлеспейді. Артынан келген жеміс жидектерін мені ұрлап алады деген оймен жастығының астына тығып жүрді. Қанша жерден аш болсам да ұрлық жасап көрмеппін. Күнде күйзеліске түскенмен өзімді қолға алып Алладан дертіме шипа беруін тілеумен болдым. Алланың құдіреттілігі шек жоқ. Тілегімді қабыл алды. Заттарымды жиыстыра бастадым. Сол бір соңғы күнімде облыстың аяқ асты тексеру келді. Негізі аудандағы ауруханада жатармын. Менің туыстарыма емдету үшін бас қалаға бару керектігін айтқанда, мені сол жерге тастап кеткен. Мен үшін шығын шығармайтынын белгілі. Сонымен әлгі тексеріп жүрген орта жаста асқан, әдеміше келген әйел жүзіне мейіріп төгіп тұр. Палатаға кірген бойда көзі маған түсті. Бас дәрігер, бұл қыз ертең ауруханадан шығады. Басқа жақтан ем алуға қаражаты жоқ дегенде, мені еріксіз жылап жібердім. Ішімде ашу ұзай жиналған. Бір сәт батыл қадам жасап, мен өлмеймін. Ақшасы жоқтарды емдей алмасаңдар, немеге ақ халат киіп дәрігер болып жүрсіздер? Ары қарай айтуға жылағаным кедергі болып отыра кеттім. Бас дәрігер қасындағы облыс дәрігерге, я, бұл қыздың туыстары емшарасының ақшасынан бас тартқан. Соңғы кезде күйзеліске түсіп жүр. Ешбір туысы іздеп келмеді. Жүріңіз басқа палатаға барайық деп, асыға бұл бөлмеден кетуге тырысты. Қасыма келіп, құшағына алған әлгі облыс дәрігер,
Жылама, сен мықты қызсың. Кәне, басыңды көтер. Мен бұл мәселені шешемін деп шашымнан сипап шығып кетті. Өмірімде алғаш рет таң қалдым. Анамнан кейін мені құшағына алған осы жан. Қандай жылы құшақ, ол мейірімді жанның сөздері маған үлкен үміт берді. Жүрегім дүрсілдей бөлмені ары бері кезіп жүрмін. Шынымен ол кісі маған көмектесе ала ма? Әлде жай әшейін жұбату үшін айтты ма екен? Осындай екі ойлы сұрақтармен өзімді қатты қинап жіберіппін. Көздерім қарауытып, мұрнымнан қан кетіп, еденге құладым. Бұл жағдай бүгін ғана болып тұрған жоқ. Күнде қайталанатын. Оянып ес жиғанда қасымда әлгі мейірімді дәрігер отыр. Әшейінде сылдыр сұйық тамақ беретін, бүгін медбике ең дәмді бош істеген. Оның еті де мол. Осы ауруханаға келгелі тек сүйегі бар, еті жоқ сорпа ішкенім есімде. Арада 1 сағат өткенде ағамның келгенін көріп шок болдым. Мені көруге келді деп жылаудан жарылғалы тұрғанда облыс дәрігер сөз бастады. Сағыныш, мен сенің қамқоршың болғым келеді. Ағаңды сол үшін де шақырттым. Құжаттарға қол қойып келісім берді. Мен сенің барлық еміңе өзім бас көз боламын. Келісесің бе деді. Тамағыма ашы өсік жиналғанмен басымды изеп келістім. Сөйлей алмай тұрмын. Мен бір өгей шешеден туылғандай бетіме қараған ағам, жақсы, мен ауылға қайттым деді. Ең болмаса бір ғана жылы сөзін айтуға қимады. Я, қимады. Мен байғыз осы күнге деген ағаларымның жылы сөзіне зәру болдым ғой. Облыс дәрігері менің құжаттарымды реттеп өзімен бірге әкетті. Жолда біраз сырт шертіп, ол мені алғаш көргеннен ұнатқан екен. Маған ұқсайтын сіңлісі болған екен. Көлік апатынан 1 жыл бұрын қайтыс болыпты. Әйтеуір мені көргенде маған сонша тесіле қараған еді. Міне осылай Алла мені мейірімді жанның қолына тапсырды. Бәрінен де оның анасы мені жылап қарсы алды. Алдын ала хабарласып айтып қойған екен. Егде тартқан ол апаның құшағында тұрғанмен өз анамның құшағында тұрғандай болдым. Әп-сәтте менің әке шешем пайда болды. Бұл өміріме әлі де сене алар емеспін. Мен бір ғажайып түс көріп жатқандаймын. Я, мен бір ғажайып түс көріп жатқандаймын. Әлемдегі барлық адамдар маған мейірімді болып кеткендей, сол бір әдемі түсімнен мәңгі оянбасам екен деп тіледім. Алайда бұл түс емес, шынайы өмір. Мені өз сіңлісіндей көрген меруерт дәрігер ертеңіне мені ең мықты ауруханаға жатқызды. Ал менің екінші әке шешем маған ауруханаға жиі келіп, мен жеп көрмеген неше түрлі жемістер, тағамдар әкеліп берді. Екі қарт та маған: құлыным, аман есен жазылып шығасың, мүлдем уайымдама, біз сенің қасындамыз деп қарт ана маңдайымнан сүйсе, қарт әке қолымнан қысып, барынша мені жақсы көретіндерін айтып, мені бұл өмірге қайта әкелгендей. Меруерт әпкем маған қымбат телефон сыйлап үлгерді. Шыны керек, ауру екенімді ұмытып кеттім. Дәрігер медбикелер сағат сайын жағдайымды сұрайды. Сөйтсем бұл аурухананың үстінен әпкем қарайды. Әпкемнің сіңлісі болғандықтан бар жағдайымды сұрағыш. Арада 3 ай өткенде мені Меруерт әпкем Израиль мемлекетіне апарды. 3 айға дейін біраз емшара тексерістен өттім. Ол мемлекетте бір ай ем алып, қайта Қазақстанға келіп, тағы ауруханада жаттым. Өмірімнің 1 жылы ауруханада өтті. Екінші әке шешем барлық жағдайымды жасады. Мені туған қыздарынан кем көрмеді. Екінші әке шешемнің қасынан шықпай, тағы 1 жылымды денсаулығымды күтумен болдым. Аллаға шүкір, мейірімді жандардың арқасында мен ауру дерттен құтылдым. Екінші әке шешемнің махаббаттары менің жан дүниемді өзгертті. Мен де оларға бауыр басып, аша сөйлесе бастадым. Алла бұйыртса, қыркүйек айында оқуға түсемін. Әпкем оқуыма әлде құжаттарымды дайындап жатыр. Қазір денсаулығым жақсарды. Меруерт әпкеме жұмыс жасағым келеді деп едім, таныстары арқылы Инстаграмнан жұмыс тауып берді. Аптасына 2 күн киімдер бутикке барамын. Ол жерде әртүрлі киім киіп фотоға түсемін, яғни инстада модельмін.
кішкене болса да өзімді жақсы сезініп жүрмін. Ересек жандар секілді ақша табамын. Бір аптада 10.000 теңге. Аллаға шүкір. Басында әке-шешем рұқсат бермеді. Алайда әпкем мені қолдады. Өйткені мен өзімді тұлға ретінде қалыптастырып келемін. Аптаның 2 күнін жұмыс, қалған 5 күнімді оқуға түсу мақсатында курсқа барамын. Оны да әпкем ұйымдастырып қойған. Міне, менің өмірім. Аллаға сансыз шүкірлік етемін. Екінші әке-шешеммен мейірімді әпке сыйлағаны үшін Аллаға бас иемін. Болашақта менің өмірімдегі ең жақын, мейірімді жандардың үмітін ақтаймын. Ал ағаларының жағдайын білген емеспін. Бірақ ауылыма бір күні барамын. Алла бұйыртып, оқуымды оқып жұмыс жасайтын дәрежеге жетіп алайын. Сол кезде олардың алдына барамын деп шештім. Әзірге оларды көргім келмейді. Болса да олар мені іздеген емес, бәлкім ұмытып кеткен де болар. Кейіпкеріміздің айтпағы өзі сияқты жас келіншектерге қайдағы телефон не қымбат зат үшін өлгем келеді деген сөзді айтпауын, мына жалған дүниеде ата-ананың қадірін біліңіздерші деп жалын айтады.